Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 22-ші тақырыптың С тобына байланысты бірнеше есепті мысал ретінде қарастырамыз. Олай болса, ең алдымен 22-де 10-ші және 22-де 11-ші жаттығулар ұқсас. Сол себепті екеуіне ортақ бір мысал қарастырамыз, яғни 22-де 11-ші жаттығуды қарастырайық. Бұл жерде y тең 3-тен 1 x қосылған b деген функцияның формуласы берілген. Осы функцияның графигі с, яғни 3-те -4 және d -6-да 9 деген нүктелер арқылы өтсе, онда біздегі формуладағы b-ның мәнін табуымыз қажет. Олай болса, бұны шығару үшін ең алдымен с нүктесінің координатасын осы формуламызға қойып жазып алайық. Мен сіздерге айтқан болатынмын, бірінші тұрған санымыз x-тің координатасын білдіреді, ал екіншісі y-тікі. Үнемі осылай болады. Демек, y-тің орнына -4 қояйық. Тең болады 3-тен 1 x-тің орнына 3 қоямыз екен, с нүктесінде x-тің координатасы 3-ке тең қосылған b. Мұнда 3 пен 3 қысқарып кетеді. Сол кезде -4 тең 1 қосылған b. Бір теңдіктің екінші жағына таңбасы минус болып барады. Сол кезде b тең болады -5-ке. Ал екінші жағдай үшін b-ның мәнін табатын болсақ, -6 және 9. Бұл жерде де тура солай. X-тің орнына -6-ны қоямыз, ал y-тің орнына 9-ды қоямыз. Сол кезде екінші жағдайдағы b-ның мәнін табуға болады. Ал 22-де 12-ші жаттығуда y тең kx қосылған 7 бөлінген 6 деген теңдік берілген. Мұндағы функцияның графигі мына бір нүктелер арқылы өтетін болса, онда k-ның мәнін табу керек. Бұл жерде керісінше k белгісіз. Мұның алдында қарастырған есепке ұқсас, тек қана кішкене ғана айырмашылығы бар. Мұндағы x-тің мәні -1-ге тең болса, y 1-ге тең болады. Демек, y-тің орнына 1 қоя аламыз. K көбейтілген x деп тұр, x-тің мәні -1-ге тең. -1 қосылған 7-тен 6. Мұндағы 7-тен 6 теңдіктің екінші жағына минус болып барады. Сонда 1 минус 7-тен 6 тең болады -k-ға. Өйткені k-ны -1-ге көбейтсек, -k шығады. Мына жерге ортақ бөлім 7-тен береміз. Сол кезде 7-ден 1 шығады. 7-ден 1 дегеніміз -k-ға тең болса, онда k деген ұтқанымыз тең болады -7-ден 1-ге. Мінекей осылайша біз k-ның мәнін тауып алдық. Ал екінші нүктедегі k-ның мәнін тура осылай сіздер таба аласыздар. Яғни x пен y-ның орнына мәндерді қоятын болсақ, тек қана k ғана белгісіз болады. Және осы теңдеуді шығарсаңыздар, k-ның мәні табылады. Мінекей осылайша біз С тобына қарастырған есептеріміз аяқталды. Ал қалған есептерді осы мысалдардың негізінде шығарып көріңіздер.